Саламатсыздарбы, арнама қош келіпсіздер. Бүгінгі видеода біз дәл осындай қаттама нан дайындайтын боламыз. Алдымен 700 мл суымыздың ішіне 1,5 шай қасық тұз, 1 ас қасық құмшекер салып араластырамыз. Суымызды үлкендеу ыдысымызға құйып аламыз, үстінен ұн саламыз. Оны менде тура 950 грамм ұн кетті, екіге бөліп саламыз. Осындай азырақ ұнды елеп сап болған соң, үстінен 1 шай қасық разрыхлитель салып, үстінен қалған ұнымызды елеп саламыз. Орташа қаттылықта қамырды илейміз. Осылай қамырымызды дайындап, илеп аламыз, тура 10 минутке шетке алып тындырып қоямыз. 10 минуттен соң осылай қамырымызды алып, мен осылай 3 суалаға бөліп алдым. Әрбір суаладан 3 қатлама нандан шығарсаңыздар болады, өздеріңізді тәпелеріңізге қарайсыздар. Мен шамалы үлкендеу жасап, 7 қаттаманан шығардым. Зуаламызды осындай етіп жайып алдым. Етін қамырымен бірдей болды қалыңдығы. Үстіне ертілген сары май немесе сапасы жақсы маргаринді алуға әрекет жасаңыздар. Үстіне бірдей етіп жағып шығамыз. Маргарин осылай жағып болған соң, пышақтың көмегімен полоска етіп кесіп аламыз. Полосканы ені шамамен 5 сантиметрге тең болды. Әрбір зуалаға, әрбір қаттамаға менде 3 полоскадан істеттім. Осыдан бір полосканы екінші полосканың үстіне қойып, рулет етіп ораймыз, дәл видеодағыдай етіп. Тәпелеріңіздің диаметрі шамалы кішілеу болса, 3 суаладан сіздер 9 қаттаманан шығарсаңыздар болады. Менде тәпем диаметрі үлкендеу болғандықтан, мен осындай 7 қаттаманан шығардым. Қалған 2 зуаланы дәл осындай етіп жайып, үстінен маргарин немесе сары майды жағамыз. Полоска етіп кесіп, өзімізге керекті көлемдегі қатлама нандарымызды жия бастаймыз. Тура 10 минут тындырдым. Шамалы тындырып жайсаңыздар, жеңіл етіп жайылады. Ұн себудің қажет жоқ, ол сізді өте әдемі, жұмсақ болып жайылады. 4 зуаладан жайып алып, қуыруды бастаймыз. Тәпемізді жақсылап қыздырып аламыз. Кейіннен үстіне май қоямыз. Май қойған соң отымызды орташадан шамалы төмендеу етіп, кейіннен қатлама нандарымызды пісіре бастаймыз. Майды көп қоймаймыз, аздап май қойып, әр 2 немесе 3 қатлама нанымызды пісіріп алған соң үстіне майымызды қоямыз. Аралары жақсы пісіп шығу үшін үстіне қақпағын жауып пісіреміз. Екі қатлама нанымызды пісіріп алған соң үстіне тағы да аздаған май қойып, қалған қатламаларымызды дәл осындай етіп пісіріп аламыз.
Мінекей осылай қабат-қабат қаттамамыз дайын. Бұл өте дәмді. Толық сенімділікпен айта аламын. Жылдар бойы сыналған рецепт. Сіздермен бірге болған Диана. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеом ұнап жатса және пайдалы болып жатса, арнама жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.